Әпкелер, жезделер, ағалар мен жеңгелер, баршаларыңызды асабаның алаңына шақырамыз. Айнұр мен Элдарға деген тілектеріңіз болса, біз қабыл аламыз. Келіңіздер, әпке, жезде, аға, жеңге, бауырлар, кеттік. Бауырлардың баршасы келсін. Барлығы. Бауырлары. Аға, жеңге, апа, жезде, бауырлары, қарындастары, сіңілдері, інілері, барлықтарын ортаға шақырамыз. Келіңіздер. Ақ жеңеше аумайсың ау анама, сен болмасаң тойдың сәні болама. Дәл өзіңдей маған жеңге сыйлаған, Аллам ұзақ ғұмыр берсін ағама. Биле жеңге, ортаға кел беймен, қайныларың өзіңмен билеуге келген. Биле жеңгем, ортаға кел беймен. Басаңыз көке. Ал енді қадірменді мынау той қонақтары бәріңізде балдар бақытты болсын. Тек солардың барлық ағайын тума солардың қызықтарын көруге Алла Тағала нәсіп етсін. Енді мұнайлы Астанадан келіп жатқан құдалар құтты қадамдарыңыз болсын. Әрдайым тек осы жақсылықта жүріңіздер. Енді мына жерде келіп жатқан қонақтар тойды жақсы өткізіп жатсыңдар. Аудекеңнің жаңағы жолдастары бар, құрдастары, жұмыстастары дегендей жан-жақтан келіп жатыр. Ақтөбе, Орал, Атырау. Ал бәріңізге де мынау ағайындар атынан шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Тарқап кетпей, барлық осы қуаныштарда бірге болып жатқанына біз мынау атыраулық ағайындар ризамыз. Әрдайым тек сендердің шаңырақтарыңызда да той болсын, жақсылық болсын. Осы барлық қызықтарды бірге көре беріңіздер. Енді Аудекең мен Ленаның қандай адамдар екенін, біз осы шаңыраққа келген, мынау тойға келген халықтан көріп жатырмыз. Өте сыйлы екен, біз ризамыз. Тек жақсылықта балдардың қызығына келе берейік деген тілегіміз бар. Рахмет. Ауданғали, Лена, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, құдалықтарыңыз 1000 жылдық, күйеу 100 жылдық болсын, жастар бақытты болсын, той-тойға ұлассын. Бәріңізге жұғысты болсын осы тойшы қауым. Ассалаумағалейкум тойшы қауым. Алыстан келген Атыраудан құдалар қадамдарыңа гүл бітсін. Біз мынау Алматыдағы Ауданғайдың ағасы болам. Осы көшіп келгелі бірге араласып келатырмыз. Мен тек қана бір сөзді айтайын. Ананың сүтін ақтаңдар жастар. Әкенің өсиетімен батасын далаға тастамай, соны тек қана алға ұстап, бақытты болыңдар, дендерің сау болсын. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бәріңізге де аманшылық. Біріншіден, тойға келіп атқаныңыздардың өзі аманшылықтың арқасы, саушылықтың арқасы. Аман болайық бәрімізде. Мына жақсы тойға келіп, жақсы көңілді отырып атырмыз. Оның бәрі бана тамада інім айтқандай, келіп отқан қонақтарға байланысты деп. Сосын сол тамадың өзіне де аздап байланысы сияқты. Мен күдіктеніп тұрмын банаға сөзінен, дұрыс емес сияқты. Ал енді аудан Лена, тойларыңызға келіп атырмыз, қуаныштымыз. Осы жерде көптен көрмеген бүкіл ауылдың басқа жақтың адамдарын, сенің достарыңды көріп қауышып атырмыз. Бәріне қуаныштымыз, ризамыз. Амандық болсын, әрқашанда осындай қуаныштар көп болсын. Айнұр мен Элдар аман есен, тек бізге қуанышы мен қызығын, жақсылығын көрсетіп жүре берсін. Одан артық бақыт жоқ деп ойлаймын. Тек жақсылығын көрсетсе болды біздерге.
аман болыңдар жастар. Аман тілейміз, саушылық тілейміз. Бәріңізге де осындай той жұғысты болсын. Ауылдан келіп атқан інчектеріміз бар. Қуаныш сияқты бәрі Ауданғалидің айналасына кетіп қалып жатыр. Ана Бақытжан деген приз жеңіп алған жігіт бар. Біреулері ат теуіп кеткен дейм ба, бірдеңе. Бірақ ат теуіп кеткен ештеңесі жоқ. Нормально орамалды алып жатыр ғой жерден. Ат тепсейді, не тепсейді. Аман жүр бауырым. Рахмет, ағама бір шапалақ соғып жіберейік. Мына тойдың төрінде үлкен болса да осы кәдімгі барлығына ішкізіп, билетіп, секіртіп жүрген мыңда бір 100 жасаңыздар. Ал ары қарай келіңізші. Мына кісі жасы 60-тан асқан. 63-те пайғамбар жаста. Ешкім айтпайды, қараңыздар шағайындар. Тұра тұрыңыз, мен айтып алайын сізді. Бұл кісі жыл сайын жаңа неге қатысады? Не еді аты? Марафонға. Бірінші орын, екінші орын. Ондай керек емес бұл кісі. Постоянно бас жүлде алады бұл кісі. Сондықтан 63 жасқа келіп, өйстіп секіріп жүруді Алла бізге де нәсіп етсін ағайындар. Жаңа анау ағам айтып отқан ана жерден жаңағы не тоққа түскен Бақытжан. Оның өзі 50-ге жеткен жігіт мысалы. Сізге 100 жасаңыз деп тілейміз, өлгенше тірі жүріңіздер. Әумин. Жеңгем жаман шаршап қалыпты, сіздің артыңыздан жүгіреміз деп. Ал енді алыстан келген қонақтар бәріңізге қош келдіңдер. Мынау енді жаңа інім деп айттым ғой Ауданғалиді. Мен бауырыма деген бір көпілет өлең айтайын. Бәріңізге қосылыңыздар. Жабыққан сәтте жұбатар, бауырдан абзал кімім бар. Сағындым сені бауырым, өзіңе айтар мұңым бар. Жүрегімді жібітіп, бойымда тоңған жібітіп, жанымда болсаң бауырым, мұңымды кетем ұмытып. Жанымда болсаң бауырым, мұңымды кетем ұмытып. Бауырым мына білемін, өзгеге көзді ілемін. Бауырсыз адам жетім ғой, жетімнің күнін білемін. Жүрегімді жібітіп, бойымды тоңған жылытып. Жанымда болсаң бауырым, мұңымды кетем ұмытып. Жанымда болсаң бауырым, мұңымды кетем ұмытып. Жастар бақытты болсын. Брат, сен жаман эгоист екенсің. Түнімен дайындалып, әйеліңе бір ауыз шумағын жаттатпасың. Керек болғаны жарты сағат қалды. Жезде, апа, тойларыңыз құтты болсын. Бақытты болыңыздар, аман жүріңіздер, қайда жүрсеңіздер. Ал жезде, апамды ренжітпе. Не айттым басқа енді? Сіздерге барлық байлық тілеймін ғой. Сіздер де бақытты болыңыздар, аман жүріңіздер. Мен дейтін Атыраудан келіп отыр едім, Нұрболат ағаның қызымын, солардың атынан Айнұр, Эльдар, желаю вам счастья. Самое главное, думаю, родителям главное, чтобы вы были счастливы. Семейного благополучия, взаимопонимания, а главное уважения друг к другу. Будьте здоровы. Рахмет. Амин. Спасибо вам. Орысша айтқан тілегің, орысша түсінетін періштелердің құлағына шалынсын. Амин. Огромное спасибо. Вы с Атырау, да, приехали? Вот с Атырау она приехала, мы давай похлопаем для... Пока.
Тәте, Лена апа, алғашқы тойларыңыз құтты болсын. Жезде, апатай, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Қуанышыңызға ортақпыз. Сіздерге бақыт, денсаулық тілейміз. Кел енді тур. Сөйлемейсіңдер, иә? Жарайды. Келе ғой. Сөйлемейсің ба? Келе ғой. Інісі қайда? Інісі. Ильяс? Сенің атыңды жайдан жай қойған жоқ, Ильяс деп. Ильяс, білесің ба қазақта Ильяс деген кім бар? Ильяс Жансүгіров. Кім? Ильяс Жансүгіров. Ильяс Жансүгіров. Менің есімімді Бауыржан Момышұлдай батыр болсын деп. Менің есімімді. Бауыржан Исаевтай әнші болсын деп. Бауыржан Ибрагимовтай әртіс болсын деп, Сабыржан қойған менің есімді. Вот. Ал, апасы. Айка, сені бүгінгі ең қуанышты күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Мен сені өте қатты жақсы көремін, сен менің жалғыз апатайымсың. Мен сені негізі қимаймын, бірақ енді солай болу керек. Сондықтан саған тек бақыт, екеуіңіздің араңызда ешқашан ұрыс керіс болмасын, тек бейбітшілікте бір-бірлеріңізді құрметтеп өмір сүріңіздер. Бұл сенің өте көптен күткен және ең маңызды күнің. Себебі сен осыдан кейін бір әулеттің келіні боласың. Жезденің қондырған құсы боласың дегенім. Сол үшін сен енді бұның бәрі Ма апаның арқасы. Бүгін келіп отқан қонақтар Ма апаны құрметтеп, қадірлеп келіп отыр. Олардың еңбектерінің жемісі, жинаған абыройларының жемісі. Сен ертең барған әулетінде мамалап апаларды ұятқа қалдырма. Тек сол әулеттің көрікті келіні бол. Сені шын жүректен құттықтаймын. Сені жақсы көрем, Айка. Жылама. Жүр. Тиіспеңдер. Вы не настраивайтесь. Мы нашли вашу сестру. Они не видели друг друга 15 лет. Ищите, любите, цените друг друга. Не теряйте надежду. Звоните 937-9992. Жди меня. Бір-бірлеріңді жоғалтпаңдар. Рахмет. Ауданғали аға, менің жұмысым халықты күлдірту. Сондықтан мына сценарийдің бытысын шығарып демеңіздер. Жылап кеткенше күліп кеткен жақсы емес па, ағайындар? Сондықтан болды, жібер, өзіңді кетесің ғой, жібер. Жібер, болды. Болды. Не болды сонша? Соғысқа жіберіп атсың ба апаңды? Қимай тұрсын ба? Иә. Бірге барып қайтсай бір-екі күнге. Шапаласа жүрек сестереңкісіне. Ал енді туған, ерке татай, папасының лазы, мамашының лазы, мамашының лазына шапаласа жүрек, Бақытты болыңдар, араларында ешқандай ұрыс болмасын. Барған әулетіңе папа мамаңда ая. Бақытты болыңдар. Мектебің мынау классың, сол әулетте мәңгі тұрасың. Елдардың кірін жуасың, келін болып түсесің, кемпір болып шығасың. Күшті ма? Жезде болған? Иә. Сенде екеу болады. Мен тауыппын, сразу айтам. Біреу дәу, біреу арық болады. Соң айтайын дегем. Сенкін. Болашағыңды айтып атым. Қалғанымыз қосылайық, фотоға түсек келіңіздер. Общий бауырлар, туған туыстар
фотоға түсіп алайық, келіңіздер. Тез. Сосын маэстро музыка, бауырларға бір шапалақ соғайық. Кеттік. Бауырлар, өзге жұртқа сес болатын, ел мен жерге ес болатын. Нар болайық бауырлар, бар болайық бауырлар. Ар намыс пен жігер болсын, Жайғасаңыздар. жігіттікпен жүретін, бес қаруын түгел болсын, қадірін кел білетін, қазанатқа тұғыр берсін, азаматқа ғұмыр берсін. Жүректе от жалын бар болайық бауырлар, өзге жұртқа сес болатын, ел мен жерге ес болатын. Нар болайық бауырлар. Рахмет. Ал енді қадірлі ағайын, құрметті қонақтар, ойнадық, күлдік, біраз жерге бардық. Енді осы тойымыздың бағана анау Алекті қазақша өлең айтқызып, адайдың күйін тартқызып қойған мына осы Ауданғали браттың достарына мыңда бір рахмет деп бір шапалақ соғып жіберейік. Енді осы достарын, құрдастарын, жолдастарын, мұңдастарын, сырластарын және Айнұраның подругаларын құрметпен достарын ортаға қарсы алайық. Барша достар, келіңіздер. Қарап тұрсам тағы, өмірдің көп қойсаңы, қызықтың алда бәрі. Қарап тұрсам тағы, достарым өмір сүрі. Айнұрдың, Элдардың достары подружкалар, келіңіздер. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, бақ шіркін ғашық қой. Жүрегім менің молодой, достарым менің золотой, бауырларым бар дорогой, бақ шіркін ғашық қой. Рахмет. Еркек бір-ақ рет сөйлейді. Құдалар. Еркек бір-ақ рет сөйлейді. Бір дос бар басыңнан бақ кеткенше, бір дос бар қораңнан мал, ақша астыңнан тақ кеткенше, бір дос бар кеудеңнен жан кеткенше. Диана 3-те жасалатын Талгарский трассада болатын еді бұл той негізінде. Ол тойымызды даканса күт деумен шаршап, шашы қап-қара болған жігіт бір айдың ішінде ағартта шықты. Сөйтіп жүргенде Қанабай десе Қанабай, өзі де бай, кеудесі дәу, жүрегі ақ. Ей досым, мен тұрғанда неге уайымдайсың? Сенің қызың менің қызым, сенің құдаң менің құдам, сенің тамадаң менің, ол сенің тамадаң, деді. Тойыңды мен жасауға көмектесем, бұл ресторанға шыбынның ұшын қондыртпай, сенің тойың біткенше деді. Сол мынау жігіт. Шапалақ соғамыз ба? Айтты ма? Тура осы сөзді айт деп айттыңыз ғой бағана. Антрактіде. Ризасыз ба? Мен өтірік айтамайым да қанеке. Но бірақ бардың барын айту керек. Рахмет сізге осындай той жасап, мына кісілерге рұқсат беріп, мен сіздің арқаңызда ақшамды алайын деп тұрмын бүгін. Рахмет. Ал, құрметті аудан Лена, мына бүгінгі жастардың той құтты болсын. Мына біздің екі балпан бүгін енді той жақсы жүріп жатыр, көңілі болып жатыр. Мына асаба саған рахмет отдельно. Мына бүгінгі енді мына қас жүру, адас жүру. Енді бүгін енді рахмет айтқым келеді мына біздің Хама паркке.
Рахмет. Бұдан үлкенін құдағи алып кетті. Рахмет. Ал енді Элдар, Айнұр, екеуің бақытты болыңдар. Мына бүгінгі құраватқан шаңаттарың биік болсын. Екеуің енді бір жастық артайдыңдар. Мына енді бізді үлкендердің жолын берсін. Арғашанда алды той болсын. Бақытты болыңдар балапандар. Ал енді Абдекел енді мына бүгін тойды керемет өтіп жатыр. Мына енді мына біздің достарымыздың атынан бүгін Никитин деген әнші келді ғой. Ол біздің Нұрлан деген бауырымыз. Соны анау неден тауып келген, Алатауын төңірегінденше. Соны алып келіп осыны күй әнші деп айтып берсін деп оларға рахмет айтамыз. Ал енді мына той құтты болсын. Мына құдаларымыз енді төрге шыққандар құтты болсын. Аман есен болыңдар. Ал Бақа. Бауырым Бақа сөйлейді. Ал құрметті мына жердегі құда-құдағилар, барлықтарыңызға мың бір рахмет. Құда 1000 жылдық болсын, күйеу бала бізге 100 жылдық болсын. Міне бәріміз деген бүгін Алатаудың өнерінде жиналып отырмыз. Міне барлықтарыңызға рахмет. Бүгін менің досым Ауданғали мен Ленаның тойына келіп отырғандарыңызға. Ал не деймін енді? Міне Айнұр қызым, міне сен деген өте үлкен әулеттен шыққан қызсың, өзі тәрбие көрген қызсың. Міне барған жерің құтты болсын. Сол әулетті өсіріп өніп отыр. Шыны керек. Бұрын деген әжелеріміз айтып отырушы еді, біз осы әулетке келгенде осы әулетті өсіріп өндірейік деп отырмыз деп. Сол әулеттің деген үлкен азаматы болып, үлкен кемпір болып, үлкен не болып отырсың. Мен соны тілеймін енді. Ал мына жердегі отырған барлықтарыңызға зор денсаулық тілеймін. Осындай қуаныш, жақсылықта ғана бас қосып жүре берейік. Бүгін деген Ауданғали мен Ленаның тойына келгендеріңізге көп-көп рахмет. Ауданғали, енді кішкене жүрегіңіз құлпырып отыр, қыз берген ол оңай емес, шыны керек. Енді ана орыстар айтады ғой, біздің Ауданғали кішкене импульсивный, өзі жылай қалады кішкене. Ленада да ұрысса да жылай қалатын шығар енді, оны білмейміз енді. Ал енді Ауданғали, ал сенің тойың құтты болсын, әлі артында тағы қыз ұлдарың бар, соның тойына. Құдайға шүкір, себеп бәріміз жүре берейік. Сендердің қуаныш, ол біздің қуаныш. Жаңа мына Қанабай айтып отыр ғой, біз деген дос болып жүре береміз енді. Бізді деген енді Құдай ажыратпаса, адам ажыратамайды деп ойлаймын. Ал не дейміз енді? Мына жердегі барлықтарыңызға рахмет. Тойларыңыз құтты болсын сол үшін. Ал құрметті тойшы қауым, тойларың құтты болсын. Ауданғали Лена, сіздерге тілейтінім, мына адам баласының әр мақсаты болады, баланы өсіріп жеткізу. Одан кейін банағы қызын қияға, олдың ұяға дейтін армандарын жайлап орындалып жатыр. Ол Аллаға рахмет. Тек мына Элдар мен мына қызымыз Айнұр бақытты болсын. Тек тілейтінім, тек оларға өмірде бақытты болыңдар. Ыдыс аяқ сыртылмай тұрылады деп айтып жатыр ғой бәрі. Болады оның бәрі. Өмір болғасы қиындықта, жеңілдікте болады. Соның бәрі сіздердің жолдарыңызда жамандықтар аз болсын, жақсылықтары көп болсын деймін. Тек бақытты болыңдар, аңсаған армандарыңа жете беріңдер. Бана Тамада жақсы айтты, бана Қыз Жібектің махаббаты керек емес, Ауданғали мен Ленаның махаббаты керек деп. Біз осы тойда болайық, сіздерде осылай үлкен аға мен апа болып, қыздарың, балдарың ұзатып тойына келейік дейміз ғой. Ал тойшы қауым, ағайын тума, бәріңе көп-көп рахмет. Дендеріңе саулық, бастарыңа байлық тілеймін. Сосын мына біздің құрдастарымыз бар еді, мына қазір жағдаймен көп келе алмай жатыр, былай сәлемдеме жіберіп жатыр, айтып жатыр. Енді жігіттер түсінетін шығар, ағайын тума деп, Самығылан Ауданғалиға айт деп, Ленаға жеткіз деп жатыр. Ал тілейтіндері жігіттердің осы балдар бақытты болып, тек шаңырақ тойға келейік, шілдеханаға келейік деп жатыр. Ал амандыққа, саулыққа, жақсылық болсын. Ал мына осы тек осы шаңырақта той болсын деймін, қай уақытта тойда кездесейік. Ассалаумағалейкум ағайындар. Мына Лена мен Ауданғалиді сыйлап келіп отқандарыңызға көп рахмет. Ауданғали, бұл да ата-ананың бір парызы ғой.
бақытты болсын балалар. Күйеу бала Айнұр, құрған шаңырақтарың биігінен болсын, іші толған жан болсын, сырты толған мал болсын. Алла бақыт берсін. Қыз баланың бақыты ана болу дейді, соған жет, ата-анаңа немере сүйдір. Бақытты болыңдар. Ал құрметті құда-құдағилар, төрге шыққан қадамдарыңыз құтты болсын. Құдамын жылдық болсын. Алаудеке Лена, бүгінгі алғашқы тойларын құтты болсын. Екі жас Айнұр қызымыз бақытты болсын. Дені сау болсын. Осы өмірге көп ұрпақ алып келсін. Екеуі бір жастықта қартайсын. Айнұрка, жаным сол қызымызсың ғой. Бақытты бол жаным. Саған ақ жол, бәр жақсылық тілеймін. Папа, маман сияқты семья болсан, біз соған қуанамыз. Кеш жарық тойшыл қауым, бүгінгі тойымыздың себепшісі Ауданғали мен Ленаның тұңғышы, тұла бойы тұңғышы қыздату тойына келісіп отырмыз. Мен не айтам енді? Тойларың құтты болсын, екі жас бақытты болсын. Айтады ғой, алтында тас, таста тас, жақсыны жақсы тастамас дейді. Тіршіліктің тірегі қосыла берсін, басқа бас дейді. Бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Бірінші Алланың бұйрығымен бүкіл халықты жиып, ата-аналық парыздарыңызды өтеп жатсыздар. Сіздер үшін біз де қуаныштымыз, әрқашан қуаныштарыңызға ортақпыз. Айнұр жаным, ертеңнен бастап сен жас келін боласың. Алла тағалам сені болашақта ана келін қылырсын. Барған әулетінің дана келіні болуға Алла тағала нәсіп етсін. Қымбатты қалайық, ағайын туыс бауыр, бүгін міне керемет Алматының керемет ауданында, Алатаудың етегінде бәріміз бірге ағайын туыс бауыр болып керемет шаңырақ көтерейін деп отырған екі жастың тойының куәсі болып отырмыз. Мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын дейміз. Айнұр мен Ернардың көтерген шаңырағы биік болсын. Босағалары берік болсын. Бәр жақсылықты тілейміз. Әр қазағымның үйінде осындай тойлар бола берсін деп тілек айтқымыз келеді. Баяғыда Төле би бабамыз бір соғыстан келе жау шауып соғыстан келе жатса, бір кішкентай баланы жолдан тауып алады. Содан жаңағы тауып алған баланы үйіне алып келіп, үлкен келін шақырып алып, үлкен келініне табыстайды. Айналайын қарағым, келінім, мына баланы мен жолдан тауып алдым. Сенің де емізулі бір жасар балаң бар. Саған аманат, мына балаңа, өз балаңа қалай қарасаң, мына баланы да солай қара дейді. Мен келіп сені бір жылдан кейін тексеремін дейді. Жаңағы Төле би бабамыз бір жылдан кейін келеді. Келіп қараса, жаңағы келіншектің өзінің туған баласы топ-томпақ бағып алған баласы апарық болады. Сонда жаңағы атамыз ренжиді. Келінім бұл қалай болғаны? Ата, мен екі балаға теңдей қарадым. Мен омырауымды екі балаға бірдей еміздім дейді. Сонда жаңағы бабамыз айтады. Айналайын қарағым келінім, мәселе баланы бірдей омыраумен емізуде емес. Бұл балаға ананың мейірімі жетпеген дейді. Сондықтан да құрметті құдалар, бүгін міне біз Айнұр деген қызымызды керемет қып өсіріп, алақандарыңызға салып, аялап берейік деп отырмыз. Ертең сіздер де осы екі балаға теңдей қарап, біздің Айнұрымызға да мейірімдеріңізді төгіңіздер. Қыздарымызды ренжітпеңіздер. Ата-ана қалай қарайтын болса, жас ұрпақ солай өседі. Сондықтан да
Айнұр сіңілім, біз сізді жақсы көреміз. Көз алдымызда өскен қызсың. Сонау мектепте қалай оқығаныңды, мектепті бітіргеніңді, әр туған күнің көз алдымызда өтті. Тек қана жақсылық тілейміз. Бағың ашылсын. Барған жеріңде тастай батып судайсың. Сол барған семьяның бағын ашамын деп бар. Үлгілі, керемет, шаңырақты семья болыңдар. Біз әрқашан, мынау Алматыда болсақ, сіздер Атырауда болсақ та, бір-біріміздің тілеуімізді тілеп жүреміз. Сондықтан да бағың жансын. Тек қана жақсылық тілейміз. Қымбатты ағайын, туыс, бауыр, мынау барлықтарыңыздың семьяларыңызда осындай той болсын, қуаныш, мереке болсын. Біз соған тілектеспіз. Қазір бәріміз көріп отырмыз, карантин болып тойды сағынып қалған екенбіз. Барлықтарыңызға рахмет. Ауданғали, Лена, қуаныштарыңа ортақпыз. Жүректеріңіз дүкілдеп отыр. Әрине, қызды берген, жүректі жұлып бергенмен тең түсінеміз. Сіздерге сабырлық, шыдамдылық, өрістеріңіз кеңейе берсін. Рахмет. Ұстазсыз ба? Иә. Директор? Алдыға шығыңыз. Аз ғана сөз айтайын, заман жайлы. Көңілім осындай мұғалімдерге алаңдайды. 6 күн жұмыс жасап, бұл мұғалім кейде қуанышына туысының бара алмайды. Миллиондаған баланы бақсадағы үкіметтен алтын алқа таға алмайды. Білім ұстазсыз оқушыға таралмайды. Жұрттың бәрі пара алып жатқан кезде тек мұғалім ғана өз жұмысына пара алмайды. Миллиондаған ақшаны тапсаңдағы бір ұстаздай ешкім бола алмайды. Жүз жасаңыз, апай. Жастарға ілім берген жастары жамандыққа ілім берген. Өзінің баласын үйге тастап, халықтың баласы үшін жүрегі тілім деген. Баяғыда менің ұстазым айтатын, Сабыржан Түзелбаев, сен адам болмайсың дейтін. Зато тамада болып кеттім. Баяғыда ұстазым мектеп бітіріп атқанда былай деген: сен оқымадың, сен тоқымадың. Шындықты айтайын, апай, мен 3-ке бітіргем. Өтірік айтпай қойын. Математиканы 3-ке бітірдім. Сөйтіп мұғалім айтты, сенің алдыңа барсам мұрынды кесіп берем деді ғой. Арадан 10 жыл өтті, 10 жылдан кейін қыз ұзату тойына барып қалсам, хозяйка мұғалім екен. Менің мұғалімім. Сосын микрофонды алдында, мен тойды бастамайым, мұғалімім мұрнын кесіп берсін дедім. Бұның бәрі әзіл. Ұлақ атты ұстаздың алдынан баршамыз өткенбіз, ағайындар. Сондықтан елің болашағың дұрыс болам десе, мұғалімнің жағдайын жасау керек. Бұл мұғалімдердің айлығын Алла тағала одан кейін Тоқаев 3 есеге көбейтіп берсін. Аумин. Нормально ғой? Нормально ма? Күшті оқалым. Ал енді Ақтаудан келген біздің тойымызды көтеріп жатқан асыл жанға шапалақ соғып жіберейік. Қош келіпсіз. Рахмет, Тамада. Ал құрметті барша тойшы қауым, бәріміз осы тойға қош келдік. Құдалар, қош келдіңіздер сіздерде. Отырған жерлеріңіз осы тек төр болсын. Ауданғай мен Ленаның алғашқы қуаныш деп айтып жатыр. Осы жанұяға қатысты барлық бауырлары, ағайындары, бәріңізге де тойларыңыз құтты болсын. Енді Ауданғай мен Ленаның қызы менің де қызым болады. Лена мен біз кішкентай кезімізден бірге өскен, біз құрдаспыз, бір ауылда. Ауданғали менің ағамның досы, кластасы. Келмеуге болмады. Басқаға келмесем де мен Ауданғай мен Ленаға обязательно келем. Ал енді тек осы шаңырақта қуаныш болсын. Келе алсақ та, келе алмасақ та тек қуаныш болып жатыр деп әйтеуір сол ортасында жүрейік. Айнұр, Элдар, бүгінгі шаңырақтарыңыз құрып атқан құтты болсын. Екі жақтың үмітін ақтаңыздар, махаббатты мәңгілік сақтаңыздар деген келеді. Тек аман есен, екі ортаға жол салып,
екі жақтың сыйлы ұл мен қызы болыңыздар. Қайырлы кеш, тойлы қауым, тойшыл қауым. Бүгін ағайынның басын қосып, Ауданғали Лена ұлан-ғасыр той жасап жатыр. Жол мұраты жету, қыз мұраты кету дегендей, әркімде өзінің әлпештеп аялап өсірген қызын өзге әулетке аттандыру ол қиын. Сондықтан десек те бұл Айнұр қызымыз өзінің теңін тауып, ата-анасының, туған туысқандардың ризашылығын алып, өмірге қадам басып отырғаны бәрімізге де қуаныш. Мен енді мына жерде класстастары деп атынан шығып отырмын, бірақ менің орным класстастан гөрі де кішкене жоғарылау. Мен Айнұр қыздарыңыздың негізінде нағашысы болып келем. Біз Атырауда жаңағы Байұлының Бегіс тармағындағы Шабанғара атамыздың Түгелек деген тармағынан шыққан. Бұл Ленаның ағасы, әкесі ағамыз және менің әкем бір Түгелек руынан. Сондықтан жақсы жігіттің жақсы бола негізі нағашысан дейді. Сол ата өтіп айтып отырғаным. Және шешесін көріп қызын ал дейді. Мені қарап тұрсаңыз, құдағиларыңызға қарасаңыздар, көз тояды. Бой десе бой, сой десе сойы бар. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жүрегі жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзі қапысыз қалай айтқан Қайран бабам деген осы теңеу құдағиларыңызға арналса да болады. Және мені папасы шы деп мен кластасым әңгіме айтып жатыр. Папасы да мені өте ақ көңіл, жайдары, сабырлы жан. Біздің елдің жігіттердің сырттаны, кеше өткен ақындардың, батырлардың ұрпағы, ерте туып, еш заманның маңдайына сыймаған өз елінің ұлтаны мен өз елінің сұлтаны деген сізге теңеу айтсақ болады. Және құдағилар мына төрге басқан қадамдарыңызға гүл бітсін, мың жылдық болыңыздар, әрқашан бірлікте, ынтымақта, үлкен-үлкен қуаныштарда бірліктеріңіз, ынтымақтарыңыз жарасып, бірге тойлай бірге жазғай. Және қызымызға ақ жол, мына қол ұстасқан қолдарыңыз жазылмасын. Бір баласы бар ананың, шығар шықпас жаны бар дейді. 3 баласы бар ананың, өкпе бауыр жалы бар. 5 баласы бар ананың, бесіктегі бағы бар дейді. 10 баласы бар ананың, астында отыратын тағы бар дейді. Өбірлі, шүбірлі болыңыздар. Бәрімізге той құтты болсын. Және бір айтып кететін, аманатқа қиянат жасауға болмайды. Мына себектер деген қауым өте сондай ұйымшыл, бір жағынан шын. Біздің класстас қыздарымыз бар. Ақтілеш, Алмаш, Элеонора деген себектің қыздары мына конверттің ішіне өзінің тойға шашуларын қосып беріп жатыр. Соны аманат қылып, қиянат жасамай табыстап қойды. 10 баласы бар адамның қалай? Астында отыратын тағы бар. Астында отыратын тағы бар. Мен қазақпын. Ей, аға, танып ал. Қазаққа вирус, кризис келді деп жатыр. Бәлкім бұл сөздің жаны бар. Қазақта какой вирус, кризис? Қорасында малы бар, дастарханында наны бар. Айнұрдай қыздың ары бар, Элдардай жігіттің бағы бар. Бір Алла нұрын төгетін әкесі мен шешесі тағы бар. Қазаққа ондай бәле жоламасын, бір Алладан тілейік. Дастарханда, отбасымызда әлхамдулилля бәрі бар. Ал енді біз жастардан 2 кісі сөйлесін. Жас қыз жолдас, кел, жігіт жолдас. Сосын жолдас емес жолдас бар ма? Арна Евразия банкіне деген тос жоқ та менде просто қосылып тұр деп айтқаным ғой. Ал жігіт жолдас, қыз жолдас алдыға шығайық. Кім тілекті бастайды дегенде жоқ, тоқта. Кім тілекті бастайды дегенде аға айтты. Қыз жолдасқа берсең жігіт жолдасы ренжіп қалады. Жігіт жолдасқа берсең қыз жолдасы ренжіп қалады. Бір сұрақтан қойайын, кім табады сол бастайды. Қиын қойын ба, оңай ма? Бәрібір. Онда саған сұрақ. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың аты кім? Нұрсұлтан. Молодец, не деген мый, не деген бас. Саған оңай сұрақ. Ұлы отан соғысында қазақ ата бабаларымыздан 6 миллионға дейін қазақтар қайтыс болған. Солардың аттары мен фамилиясы.
А. Білмеймін. Б. Не знаю. С. Кетші. А? Білмеймін. Білмейсің. Демек, енді сізге бастатайын десем, қыздың жолы жеңішке ғой. Біздің қазақ қызды қашанда сыйлаған. Сондықтан айналайын, өзің бастай бер, жігіт жолдас. Ал құрметті тойшы қауым, құдалар, келіп жатқан жаңа құдаларымыз бар. Бәріміз Атырау өңірінен келіп жатыр екенбіз. Бәріңізге көптен көп рахмет. Жақсы ниетпен қарсы алып, жақсы шыраймен қарсы алып жатсыздар. 2 жасқа тілерім, бақытты болыңыздар. Досым енді бір сөзбен айтқанда, батырға оң соңылдың бәрі бір дейді. Жігіттің серісі. Тостың келгенге дейін ішінде ойлап тұрасың да, келгеннен кейін сөйлейтін сөзіңді ұмытып қаласың дейді. Соны ұмытып қалып жатқан жайымыз бар. Бірақ енді құдалар, сіздерге енді мың алғыс. Достарыңызға да өте үлкен рахмет дейміз. Күтіп алып біздерді сонау апаратын жерімізге барып, қоныстарымызға қоныстандырып, сіздерге де көптен рахмет. Құдаларыңызбен танысып жатсыздар, аттарын білесіздер. Мен енді Елдардың жігіт жолдасы болам, өзім таныстырып кетейін. Атым Абай, сол бірге оққан, бана жаңа айтқан, өзім 11 жыл бірге оққан құрдасымын. Өзім сол кіші жүз, жеті рудың ішінде Тама деген руынан. Қалған кезекті енді қасымда қыз жолдасқа берейін, рұқсат берсеңіздер. Рахмет. Тәте ағайын, тойларыңыз құтты болсын. Бірінші тойларыңыз осы сіздердің арқаларыңызда осы той өтіп жатыр. Айнұрды осылай баптап, өсіріп, ешкімнен кем қылдырмай, колледжде бірге оқыдық, қанша жыл доспыз. Постоянно ең жақсыны алып беріп, ең жақсыны көрсетіп жүрсіздер. Айнұр, енді барған жеріңе тастай батып судайсың. Өзге елде қадірің артып, атаның, мамаңның үмітін ақтап, көп балалы ана болып, Елдар екеуің бақытты өмір сүріңдер, ұзақ өмір. Мынау Елдардың досы. Дос болам десең, досыңды сыйла қымбаттым. Досыңа сен, досыңмен ғана қымбатсың. Дос болам десең, мендегі доспен достасың, сендегі доспен дос болып сонда тұрмақпын. Достарың көп пе? Апырау неткен жақсы еді. Достыққа жүрмін, құмартып, өлгелі жүрмін, өз-өзіме мінартып, жауыздың барып, жанында уәзір болғанша, досыңның барып табалдырғында өлген мың артық. Аға, сізге не дейін? Жүргенде достарың сыйла жүрсін, дәл осылай құшағын жимай жүрсін. Екеуің ел сыйлаған екінің бірі болыңдар, әке шешең екі дүниеге сыймай жүрсін. Баяғыда бір қоян жүгіріп келе жатып, құдыққа түсіп кеткен ғой. Сол байқап жүрмей ма? Сол айта салайын деген ме? Болды ма? Сіз жаңа не айтасыз ба? Мына кісінің кім дедіңіз? Айтшы. Ақша берді, бұл айтсын, тоқтаңыз. Айтайын, бұл енді біздің құрдастар, Ауданғалидың құрдастарынан өзі бір өнерін көрсетейін деп жатыр. Бесіңізші енді, фотоға түсіп сосын не алады? Айтады, өзі қалып жалғыз өзі. Фотоға түсіп алыңыз деймін. Кім? Достар, сендер бөлек тұратындар. Қайда барасыңдар? 79-86, қай жылғысыздар сіздер? 75, 74, 74-75-тер. Еркектер алдыға шығып отырып алсаңыздаршы, бұлай. Сонда көрінеді барлығы. Сіздер бөлек түсіп аламыз, жарай ма? Сіздер бара берсеңіздер де болады негізі, барып жат, демалып алыңыздар. Рахмет. Бақа. Бақа, молодец. Тойды көтерді бүгін Бақа. Бақа фестиваль. Ал енді тәтеміздің атынан «Аппақ гүлдер» деген өлеңді менің құрметіме арнайын деп жатыр. Қабыл алыңыздар. Жаңа сөзінде ұмытып кетіп жатырмын арасында.
Көктоғайдан келген мына жерде ағаларым отыр. Қалау аға, қош келдіңіздер. Және ана Қанат ағаның үйінде апам келіп отыр. Қош келдіңіздер тойға. Ортаға шығып бересеңіздер болады. Тыныш еді өмірім, көріп сені өзгерді. Сүйіп сені көңілім, жұлдыздарға теңгерді. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Гүлім көзің нұрлана, тербеп нәзік сезімді. Айтқан сөзің ойлана, жаным ыстық сезілді. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Ағайша жеңге, тойыңыз құтты болсын. Абай Ауданғали, жібер аттың басын. Кеттік па? Жолға қарап жүремін, қара көзді талдыра. Сағынышты жүрегім, бойды өртеп жандыра. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ ызық ұсынып. Сөз таппаймын айтуға, мен жүремін қысылып. Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер ұсынып. Тойларыңыз құтты болсын, жастар бақытты болсын. Тойдан тойға жете берейік. Заманымыз тыныш болсын. Самада сіздер. Өнеріңіз үстемес, мына құдамыздың қуанышын бөлісіп жатқаныңызға жаңадан келген құдалардың атынан. Жаңа келген құдалардың атынан және жеңгелердің атынан. Мынау келіндердің атынан. Айтпай беруге болмай ма былай? Обязательно айту керек па? Сосын шест тастаңыз болды. Рахмет. Ал енді соңғы тост. Осындай керемет той жасаған Айнұрды дүниеге әкелген ақжаулықты анасы мен Асқар Таудай әкесі осы әулеттің абыройы жоғары, мәртебесі биік біздің той иесіне Ауданғали менен Лена ханымға дұрыстап бір қол соғайық. Ручки выше! Тойшы қауым,
қош келдіңіздер. Тағы да мынау енді біздің көптен кеткен қуанышымыз мынау бүгін енді өзінің мәресіне жетіп аяқталып жатыр. Мынау енді біріншіден төрімізге келіп жатқан жаңа құдағайлар қош келдіңіздер. Құтты қадамдарыңыз болсын, әрдайымда да орындарыңыз төр болсын. Мынау енді бүгінгі біздің көрсетіп жатқан сый құрметімізге қолымыздан келгенше көрсетіп жатырмыз. Осыған риза боласыздар. Енді осының бәрін елге айта барады деп ойлаймыз. Енді мынау біздің алыс жақыннан келіп жатқан аға жеңге, апа жезде, құрдастар, достар, барлықтарыңызға қош келдіңіздер. Енді мына екі баламызға айтатынымыз, көтеріп жатқан шаңырақтарың биік, босағасы берік болсын, керегесі кең, терезесі тең болсын деген келеді. Осы мынау сіздерге айтып жатқан тілектің бәрін Алла қабыл қылып, періште аумин десін. Мынау енді негізі айта берсе сөз көп қой, бірақ енді кішкене толқып тұрмын, оған айып етпейсіздер. Мынау енді бүгінгі осы Хамапарк ұжымдарына да көп-көп рахмет, біздерге осындай жақсы ас дайындап жатқан. Мынау бүгінгі біздің қуанышымызды сонау жерден келіп көтеріп жатқан Сабыржан інімізге мың алғыс. Мынау жаңа өзі айтып өтті ғой, 2 ай карантинде жатқанда ағам екеуміз күнде сөйлесетіндік деп. Ол рас. Мынау енді айтты, уәдесіне тұрды. Аға, саспа деді. Жыртам керек бе, бәрін лақтырып тастайын деді, содан кейін жыртып. Дұрыс, айтқанын жасап жатыр. Қайда жүрсең де аман жүр, тіл көзден аман бол. Айналайын. Бек ризамыз. Енді қалғанына жеңгең айтады енді, мен болдым. Тойшы қауым, барлығыңызға алғысымыз шексіз. Тойдың басынан бастап осылай тарқамай, бізді сыйлап, отырып, осылай тойымызды қаумалап, бізді көтермелеп, қолпаштап атқандарыңызға мың алғыс. Айналайын қызым, балам деп айтам. Айнұржан, Елдаржан, мына құрғал жатқан шаңырақтарың берік болсын. Бір-бірлеріңді сыйлаңдар. Ұшқанда не көрсең, ұяда не көрсең, ұшқанда соны білесің дейді қызым. Оқуыңды оқыдың, ешкімнен кем қылмай, папаң екеуміз қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсірдік. Бар қолымыздан келгенше елді жерді көрсетіп, өзіміздің жетпеген шыңымызға сендер жетсе екен деп армандадық. Құдайға мыңда бір тәуба. Осылай біздің батамызды алып, ұзатылып атсың қызым. Сондықтан да осы семьяда көргеніңді барған жеріңде арғарай жалғастырып, атымызға кір келтірмей, мынау кімнің қызы деген кезде тек мақтанышпен, әрқашанда басымыз тек биікте болатын болсын. Мен сенімдімін, сенің бізді ұялтпайтыныңа, жерге қаратпайтыныңа сенімдімін. Елдаржан, қондырып атқан құсың ғой, құтты болсын жан. Мен де саған сенімдімін. Адамға бір қарағанда, енді ұзақ өмір сүрмесек те, көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра дейді. Жүзің жылы айналайын. Бір көргеннен өзіме ұнадың. Звондаған кезде мама дегенде жүрегім шынында айтам, бірінші звондаған кезде мама дейді. Прямо словами не передать, сондай не деп, сезімді барлығыңызға тілеймін. Күйеу балам деп айтпаймын, балам айналайын. Тек бақытты болыңдар. Түсіністік болсын, жанұяларыңда түсіністік болса, барлығы болады. Семьяңда папаң мен мамаңды Айнұржан қалай сыйладың? Барған кезде құда мен құдағайды солай сыйла, папа, мама деп. Әрқашанда қабағыңнан кірің болмай, келген қонағыңа шайнегіңді ала жүгіріп, көрпеңді ала жүгірсең, одан жаман келін болмайсың. Бізде көресің ғой, күндіз түні жыл 12 ай қонақ арылмайды үйден, сондықтан да сол үрдісің ол жақта да жалғасып, енді Атырауда білеміз ғой сондай қонақтық күнде-күнде. Тек қабағыңды кірбің шалмай, құда мен құдағайдың алғысына бөленіп, соларға қызмет жасап, екеуің тек бақытты жанұя болыңдар деймін. Келіп жатқан құдалар,
сіздерге де құтты қадамдарыңыз болсын, алған орындарыңыз осы төр болсын. Жаңағы әбетте де үйде болған кезде құдалықта жаңа апам айтып кетті ғой, келіннің бетін кім ашса, сол адам ыстық болады деп. Келіп атқан құда, сіздерге қызым аманат. Екі құдағай сіздерге адам қарағанда бір көңіл толатын адамдар болады ғой, көңілім толып, ол жаққа барғанда қызымның жыламайтынына нық сенімдімін. Сіздерге қызым тапсырдым. Білмегенін, мойныңызда отыр сойтасыз. Білмегенін үйретіп, бала ғой әлі енді 24-те деген сияқты, енді мен оны ойламаймын, бірәм не деп, но білмегенін үйретіп, жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, солай сіздерге қызыма сондай, не деп айтсам екен, жақсы дос, абысын тату болса ас көп дейді ғой. Сондай абысын болуларыңызды қалайым. Барлығыңызға көп-көп рахмет. Құда-құдағайлар мына жерде. Қайын жұртыма ерекше рахмет, басымды иіп тұрып алғысымды айтам. Бір үйден біреу болса да мына заманның қиындығына қарамай, біреу самолетпен, біреу пойызбен сол. Шындығын айтқан кезде осы жерде біздің сырымызды, біздің жағдайымызды білмейтін адам жоқ. Адам дейтін тойға шын жанашырын, осының маған жанашыйдау, осы маған жамандық ойламайдау, осы маған шын ниетімен келедау деген адамдарымды шақырдық деп ойлаймын. Осы айтқан тілектеріңіздің бәрі қабыл болсын. Бір үйден біреу болса да келіп, қайын жұртыма ерекше алғысымды айтам. Өте бек ризамыз. Тек жүрген жерлеріңіз той болсын. Тойға келіп сондайда шаршаңыздар тойда. Қалып атқан бір үйде жездеміз қалып атыр, бір үйде ағамыз қалып атыр. Барлығына дұғай-дұғай сәлем айтыңыздар. Сіздерді жібергеніне сол бек ризамыз. Жеңгем келіп атыр, інім келіп атыр Атыраудан. Келіндерім Алмагүл мен Анаржан деген, енді мен осылар қалай келді, солай кухняға кіруді қойдым ғой мен. Рахмет айналайындар. Осылар келін болып түскенде сөйтіп жүгіргенбіз, сол мені біліп прямо деген, енді мені кухняға кіргізген жоқ. Көп рахмет айналайын. Сендердің де балдарың өсіп осындай жақсылыққа жетіңдер. Көп рахмет. Енді тос берілген деген айыпқа бұйырмаңыздар. Барлығына шын алғысымды айтқым келіп тұр. Мына жерде достарымыз бағана Сабыржанның айтқанының ешқандай да алып қосатыны жоқ. Шынымен де Дианада жасаймыз деп жүрдік. Әні міне деп уже уайым кіре бастады. Дос болса осындай осын деп, мына Қанабаймен осы Алматыға 97-де келсек, сол кезден бастап біздің досымыз, мына Дина туылғанда барғанбыз. Дина қазір нешеде енді? 20 жылдан асып кетті дос болғанымызға. Уайымдама досым. Мен тұрғанда іштеме уайымдама деп айтты досым деп, аудан прямо енді довольны болып келді. Қанабай саған көп-көп рахмет. Көп рахмет. Жақсылық сатусыз ғой, дегенмен де саған көп рахмет. Мы за тобой как за каменной стеной дейді ғой. Шынымен де ешкімге ештеңе дегізбеймін, тойларыңды жасайсыңдар деп еді, дегенде тұрды. Ешкім жасай алмай жатқан мезгілде осы достарымыздың арқасында мынандай сіздерге той беріп жатырмыз. Бәріміздің де достар, ағайындар, тек жинағанымыз тойда шашылсын. Қуаныш, саған көп рахмет. Бір билеттің күйіп кетсе де қоймай, Асылжан екеуің екінші билет ал, үшінші билет ал, қоймай осылай. Ол біз сыйлағандарыңызды ойлаймын, сіздерге де көп алғысымды айтам. Барлығыңыздың үйінде той болсын. Айтылмай атқан адамдар болатын болса, мені өзімнің отдельно апаларым, Мәншөк, Гүлсара тоже кеше бір билетін күйдіріп, бүгін айтыру сол менің немнен қалмайын деп, көңілдерін түсірмейінші деп. Өздеріңіз білесіздер, ауданның да атанасы, менің де атанам енді. О дүниелік болды ғой, сонда да біздің жаңағы жетімсіреп тұрмасыншы, жетім қыз, жетім бала болмасыншы деп атқан шығарсыздар. Оның бәрін арғы жағымызбен бәрін түсініп жатырмыз. Алла разы болсын сендерге. Ешқандай да сендер бар кезде біз ешқандай да ондай сезініп көрген жоқпыз сіздердің арқаларыңызда. Бәріңізге көп-көп рахмет. Бекетжан, саған көп рахмет. Апа жездеңді қолпаштап, тобыңмен келіп, тойымызды көтеріп, бұл да сенің көргендігің, бұл да бегіс болғандығың деп қойын ба? Көп рахмет айналайын. Көп, бәріңізге рахмет. Жадыра, саған да папа мамаңның атынан келіп, осы жерде отқан бәріңізге әден айтуға болады рахметті. Шын рахметім. Айтылмай қалып атсаңыздар, аттарыңыздар айыпқа бұйырмаңыздар, бірақ бәріңізге бек ризамын. Сабыржан, саған әден рахмет. Шын айтам,
кейбір жерге барасың. Иә, кейбір жерге барасың. Той деген енді тамақ деген неден үзіліп тұрады, барын жасап атырады, бірақ енді тамада неудачный болады да бычыт шығады ғой. Мына біздің тойымызды осындай дәрежеде өткізгеніңе саған бек риза. Сен өсірген анаңа рахмет осындай қылып. Үшке оқысаң, үшке оқы, мейлі, молодец. Бәріне рахмет, Хама парктың ұжымына рахмет. Барлығыңызға бек рахметімді айтам. Мына жерде жаңа мен енді айтуға ұмытып кетіппін. Енді мынау айтады ғой, атам қазақ пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған дейді. Мынау енді Астанадан келіп жатқан мына Серікбол күйеу балама көп-көп рахмет. Кеше телефон соғып, нағашы уайымдамаңыз, қуанышыңызға барамыз, барып қызметімді көрсетем, бүкіл жиеннің атынан деді, мына сөзіне тұрды. Рахмет, мына жиен екеуіңіз бақытты болыңыздар. Осындай қуаныш сіздерде болсын деп айтқым келеді. Негізі той иелері аттарыңызды атамай неге маған рахмет айтпады деп отқандар болса, отыра беріңіздер. Қалған Құдайдан қайтсын. Общий баршаңызға рахмет. Негізі мына халық айту керек рахмет сіздерге. Өткен ана карантиннен бүкіл уайымын бүгін 6 сағатта бәрін жойып жібердік. Солай емес пе ағайын? Сондықтан мына кісілерге рахмет. Енді бүгін сіздерге қызмет еткен Хама парк мейрамханасының бір емес 3 администраторына, мынау жүрген официант қыздар, жігіттер таңның атысынан кештің батысына дейін қан терлері шығып жүгіріп жүрген осы ұл қыздарыңызға Алланың нұры жаусын деп бір шапалақ соғыңыздар. Бір емес 3 камерада түсіріп жүрген фотограф, мәңгі есте сақтап қалатын осы мейрамхананың диджейі және менің өзімен бірге келген әншім, музыкантым, подружкам, қайынсіңілім, досым, сіңілім, қарындасым Бердақ Берікбол осы барша ұжымға бір шапалақ соғайық. Сосын өзіме рахмет. Мен тамадамын, үші супер тамада. Рахмет сіздерге мыңда бір. Атырау, батыс, шығыс, оңтүстік, солтүстік, келесі тойда жүз өшкенше сау, саламат, аманшылықта болайық, тек қана той болсын. Енді бұлай істейік. Мен ұмыт қалдым мұны айтам. Іштен етпей. Маған ризасыз ба? Өте риза. Ризасыз ба? Иә. Риза болсаңдар, расчетін беріңдерші, қайтайшы, мен болды. Ал енді біздің қарындасымыздың Айнұрдың тұрмысқа шықпаған қыздарға беретін сый-сияпаты бар екен. Подругалар, орнымыздан тұрайық. Әйелдің тұрмысқа шықпаған. 1-2-3-4 бесеу, тағы кім бар? Сіңілдеріңнен болса, келе ғой, өзің туған сіңілсі, келе ғой. Келе ғой, апаңның хотя бы өкісін алып қал. Алтау, болды ма? Болды ғой, басқа ешкім жоқ. Жеткенше, ал, қошемет соғып отырайық ағайындар. Бас шіркіне апармай қазақтың қыздары. Алматымның сұлулар керім, Талдықорған сөз жетелі дермін. Астанан мен Көкшетауда бай-бай, арын ойлар бәрі адал келін. Қарағанды көңіл тойлар қараса. Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын. Жоғары болсын жұлдызың, бақытты болсын ұл қызың. Мына екі жастың қол созған қолдары мәңгілік болсын. Осылардың ең жақсылығын, қызығын әке-шешесі көрсін. Әмин, тілегіңіз қабыл болсын. Ата, үстіңізге кері шапаныңыз болсын. Жастарға берер осындай батаңыз болсын. Жасыңыз 89-ға келгенде қария әппақ сақалыңыз болсын. 97-ге кеп, ау мен тоқалыңыз болсын. Ой бай, ау мен де қоятын әксін шығыр. 97-де тоқалы көрім. Ел тыныш, жұрт аман болсын. Сіздермен бірге болған Бердақ Берік болып, Сабыржан супер тамада үйлеріңе айтып барыңдар. Рахмет!